Жол. Денесі. Ал денесі емес па? И оң қосақсының басы. Мына жерде ма? Басы, денесі и құйрығы. Құйрығы, мына құйрығы. Ружоны жалғасады. Құйрығы жалғаса ма? И сперма, мына жетілген спермалар осы жерден жүреді. Шығады, мына қалтамылар көрінді. Енді ең соң қабық не дедіңіз? Осы жерде де ұрықтар уже пісіп жеткен ұрықтар болады. Нерге кетеді. Ең қабығы бұл ма? Ең қабығын айтасың ба? Үш қабат үшіншісі не дедіңіз? Басы. Ең қабығы. Қайтар айтып отырмын, қараңдар. Пішкен кезде. Я пішкен кезде міне. Тері, ары қарай, терінеке бұлшықет фасциясы бар. Мына жалпынап. Жука. Жука бұлшықет фасциясы. Мына қазір жалпынақты қабық. Мына да? Мына ішін ашамай жатырмын. Мына жерде ғой кесілген ағай. Кесілген жер. Міне. Мына ішінде ем бар еді, қараңдар. Соның ішінде ем бар еді. Соның ішінде болды жаңа шығарып алдық қой. Терісі, терінекен тонкий бұлшықеттік фасция болады, бүйтіп, мына теріге жабысып тұрады, почти что, қараңдар. Сосын жалпы қынапты қабығы мынау келеді, мынау. Қалындау, көрдіңдер ме? И өзіндік қынапты қабығы мына өзіне жабысқан болады. Бұл осы пішудің жабық тәсілдеші, жалпы қынапты қабығы балда тыңдандар. Жалпы қынапты қабығы кесіледі, ашық тәсілде. Кесіп, мынаны өзіне лигатура салынады, мына жерге. И мына кесіп тастайды. Мына қатты байлам саласыздар, лигатура. 1 сантиметр төменнен кесіп тастайсың. Сол осы пішіге. Өтпе оборот жасайсың. Пішкен кезде. Кастрация. Ал бұл ашық тәрізді. Жабық тәріз болатын болса ше, мынаны кеспейсіздер. Жалпы қынапты қабықты. Қараңдар. Жабық қабықты бұл қойып жер. Мынаны кеспейміз. Осын үстінен мынамен ажатамыз да, қараңдар. Бүйтіп ажатамыз. Бүйтіп атпер пара өйтетеміз да, мынаның үстінен лигатура саламыз уже. Мына жерден лигатура саламыз. Сонда ең жабық қынапты қабығын бірге кесіп алып тастады. Түсінікті. Дұрыс па? Пішу деген сол ма? Сосын табір айта кетейін, мына орган бар ғой, хирургияда өтесіңдер келесінде де. Мына ішіне ішектер түсіп кетеді, мынаның ішіне. Ішкі органы толса әдер кешешкі бар ма? Қалын ішектер. Соған бір бөлік ішіне түсіп кетеді, соны интравагиналдық жарықтар пайда болады мына ішінде. Сонда кезде грижа. Сонда кезде біз мынаны итеп жібереміз, ішектерді бетіп жібереміз да, жабық тәсілмен біз тігеміз. Лигатура саламыз. Мен білем. Ішек сонда ішкі орган қарып кетіп қалады. Түсіндір ме? Егер де ішек шығып кететін болса, ішек шығып кететін жабық тәсілмен. Ал ішегі шықпай нормально болса, ашық тәсілмен пішкен жақсы. Кішкене балдарда өліп кетуі де мүмкін жаңағы. Ішек дегенде мына жағында қалып кетеді да, түсіндің ма? Оманың ішіне түспей болады. Ол андай тума ауруда, еркек малдарда. Негізі былай тұру керек қой. Ол ума ненің ішінде қалып кетеді да, құрсақ қуысының ішінде. И жылы болған екен ол, мынаның ішінде ұрық пайда болмайды да, сақталмайды. Оманың ішінде градус төмен ғой, 3-4 градус. Ол сыртта тұру керек былай. Оманың ішінде ұрықтар пайда болмайды, 3-4 градус төмен болады, дене температурасынан. Криптархизм дегенде түсінікті ғой, мына жақта қалып кетеді. Ол тума ауру да ол, бедеу. Онда балатын болмай ма? Болмайды деп жатыр ғой соған. Қараңдар, сосын тағы бір нәрсе, біз айтпадық бір нәрсе. Мынаны тұра ма, қараңдар. Сол ең, ол оң жақтағы еммен ешқандай сообщение жоқ, көрбастар, перегородка тұр астында. Бір жағы қабынатын болса, екі жағына өтпейді. Түсіндірлі? Соңында пішкен кезде әдені мына ең бауына әдені байлары, сосын мына әдені. Ештеңе жоқ. Берісті внутренне подниматель семенника мынандай бұлшықет бар ма? Көтеріп тұратын, бағана ықтияраға айтты ғой. Қыста ішке тартып, құрсақ тартады, жазда регулировка температура сыртқа шығарады. Мынаның температурасы бір қалыпты тұру керек, Қанша температурада тұру керек соны? 37, 38, 39, 40-қа дейін барады. 1 градус жоғары болады бұнда. Қыстың күні 1 градус, жазың күні 1 градус. Тағы қандай сұрақтар бар? Олма түсінікті ма? 39, 49. Әр малдың температурасы өзгеше да? Жылқыныкі жоғары болады. Жылқыныкі сәл төменде болады температурасы. Сәл төменде бола ма? 37 жарым, 39 жарым неде болса, егер де ол жоғары болып кетсе, ана ұрық неғылмай қалады ғой, ұрық жетілмей қалады. Жетілмей қалады. Определенный температура керек.